Сәлем достар! Сендермен біргемен Ару Гамидс. Достар, бүгінгі видеостерден көптен күткен видеоларыңыз болады. Себебі бүгінгі видеом хаус тур. Менің арнамда 30 мың тіркелуші болды. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Алғысым шексіз. Сондықтан бүгінгі видеода мен сіздерге берген уәдемді орындап, өзімнің үйімді түсіремін. Ендеше бастайық. Мына менің үйімнің бірінші есігі, және бұл есіктен менің үйіме кіреді. Мынадан бірден далаға шығуға болады. Және мына жақта бізде осындай үлкен прихожка бар. Курткалар, мына жақта бас киімдер қыста. Олар қазір тұрған жоқ, себебі қазір қыс емес қой. Мына жақта аяқ киімдер қазір де тұрады. Және сумкалар, әртүрлі сумочкалар тұрады. Жалпы бұл бөлме менің үйімнің бірінші кіретін бөлмесі болғандықтан, бұл жақта далаға керекті, далаға шығуға керекті аяқ киімдер, сондай заттар тұрады. Мына жақта менде терезем, және мынадай прихожкаға арналған диванчик. Бұл диванчик аяқ киім киюге өте ыңғайлы, себебі біз аяқ киімді алып ол жақтан киеміз де, сосын далаға шығамыз бірден. Жалпы бұл диванчик бізге өте ыңғайлы. Енді достар, үйіме кірейік. Мына менің үйіме кіретін есік. Бізде екі есік бар. Біреу далаға шығатын, біреу кіретін. Жалпы бұл бірінші бөлме прихожка. Үйіме қош келдіңіз. Достар, мен енді мына жақтан бастайын. Және кірген кезде тепіршіктің астында, лестницаның астында, екінші этажға көтерілген лестницаның астында, мына жақта менде осындай кітапхана бар. Міне кітаптар осылай тұрады. Және де мына жақта скраббукингқа арналған мынадай құралдар бар. Міне мына жақта кітапхана. Мына жақта скраббукингқа арналған заттар аным. Және мына жақта мынадай айна бар. Енді сіздерге мына бөлмені көрсетсем, бұл жақта бойлерме, бұл жақта бізде пештер тұрады көбінесе. Міне мына жақта бірінші пеш. Және мына жақта екінші пеш. Бұл жақта әкеме керекті жарықтар тұрады. Бойлеріне үйге кіретін есіктің жанында орналасқан. Және мына жақта бізде вешалка бар. Бұл жаққа біз киімдерімізді ілеміз. Ал мына жақта енді қазір көрсетіп өтем. Мынау бізде ванна. Ваннама қош келдіңіздер, достар. Жалпы мына менің ваннам. Мына жақта бізде раковина, оның шкафымен, орамал ілгіш. Раковинаны көріп тұрсыздар міне. Мына жақта жидкое мылолар, сабындар әртүрлі. Мына жақта зубная щеткалар, зубная паста. Мына жақта да керекті ваннаға керекті жарақтар, осындай кремдар, зубная пасталар, керекті заттар. Және мына жақта мен жақсы көретін айнам. Себебі ваннада мен өзім жуынған кезде осы айнаға қарап тұрамын. Және кешке қарай, кешке таман жуынған кезде адам өзінің түрін көрмейді, себебі қараңғы болып тұрады. Сондықтан біз мына жақтан осылай светті қосамыз. Жарықты қосамыз. Міне мына бұрышты көрдіңіздер. Мынандай көптеген наклейкалар біз жабыстырып қойғанымыз ваннаға. Мынау менікі, мынау менікі деп. Бұлар жанады. Және мына жақта теңіз маржаны. Енді мына жақта бізде стиральный машина. Біздің стиральный машинамыз 6 килограммды. Және мына жақта бізде мынадай сушилка. Бұл жақта бізде орамал тұр. Терезе көріп тұрсыздар. Бұл жақта бізде айна, тарақтар, және мына жақта керекті заттар. Және мынау менің жақсы көретін душевой кабинам. Жалпы бұл жақта көп заттар бар. Сіздерге таныстырып өтейін. Мына жақтан біз қосамыз. Міне жарықтар қосамыз. Мына жақтан жарықтар қосылды. Сонымен қатар төбесінен қосылды. Және бұл жақта бізде радио. Бұл бізде радио. Міне. Мен радионы әзірше өшіріп қойдым. Себебі біздің видеомызға ол кедергі жасайды. Бальзамдарым, шампуньдарым, фруктис, гель для тела, және де фруктистің бальзамы.
Және де мына жақта інім екеуміздің мочалкаларымыз, мына жақта мынадай айна бар. Мыналар су қосады, және судың деңгейін өзгертіп тұрады ыстық суыққа, және мына жақта массаж жасайтындар бар. Мына жақта фруктистер. Жалпы іші осындай. Келесі бөлмеге көшеміз. Келесі бөлмемізде әжетхана. Мына жақта әжетхананың өзінің мынадай кішкентай раковинасы бар. Көріп тұрсыздар. Және мына жақта терезе. Міне жалпы коврик осындай. Бөлмені сіздер жалпы көрдіңіздер. Әдемі гүлдер. Кафелінде. Жалпы енді бұл бөлмені көрдіңіздер. Келесі бөлмеге кеттік. Мен сіздерге әжетхананы көрсеттім. Ендігі кезек бізде ас бөлмеге келеді. Жалпы достар, менің ас бөлмем өзі былай кухня студия деп аталады. Бір жағында кәдімгідей ас бөлме, және бір жағында мынадай компьютерлер, телевизорлар тұрады. Мына жақта бастап жүремін. Жалпы есік жақты бірінші көрсетіп кетейін. Бұл жақта бізде күнтізбе тұр. 2018 жылға ит жылына, менің жылыма күнтізбе тұрмын. Содан соң мына жақта бізде қысқа толқынды пеш, ас бөлменің гарнитуры, сосын мына жақта ыдыстар тұр, шкафтар көп. Бізде жалпы ас бөлмеде жасыл түс көп. Жасыл түске негіздеп жасағанбыз. Және мына жақта бізде газ, мойка. Бұл вытяжка. Және мына жақта ас бөлменің гарнитурларын көріп тұрсыздар. Мына жақта бізде мантоваркалар тұр, сосын мына жақта блендерлар тұр, және де көптеген ыдыстар тұр, шкафтар, міне көріп тұрсыздар. Және мына жақта есік бар. Бұл тағы да шығатын есік далаға. Бұл жақтан да шықса болады негізінде. Және мына жақта біздің тамақ ішетін орнымыз. Біз жасыл түске негіздедік деп айтып кеткен едім. Сондықтан мына жақтың барлығы бізде жасыл түс. Осы жақта біз тамақ ішеміз. Жалпы тамақтанамыз осы жақта. Мен сіздерге дәл осы жақтардан, осы жақтарға отырып челлендждер түсіремін, көптеген видеолар түсіремін. Мына жақта бізде сағат тұр, және мынау бізде дождик перде. Және мына жақта бізде осындай диван бар. Осы жаққа отырып біз теледидар көреміз, жапып көреміз кейде. Жалпы осындай шаршаған кезде де осы жаққа отырамыз. Ас бөлмеде. Мына жақта тағы да ас бөлмелік гарнитур. Бұл жақта бізде әсет пеш бар. Және мына жақта анамның сүйікті патносы, мына жақта шкафтар, ыдыстар, жалпы көптеген нәрселер тұрады. Және мына жақта бізде теледидар. Бұл жақтан біз теледидар көреміз, немесе даланы бақылаймыз. Бұл жақтан камера бар. Және мына жақта менің сүйікті орным. Бұл жақта мен сіздерге видео монтаждаймын. Жалпы менің жұмыс орным. Тоңазытқыш.
Бұл жақта мен сіздерге алдында да көрсетіп өткенмін, тоңазытқышымда не бар дегенде. Жалпы бұл жақта бізде көп нәрселер бар. Сіздер аны подсказкаға басып, менің тоңазытқышымда не бар атты видеодан көре аласыздар. Және мына жақта бізде ет бар. Бұл неліктен кіші демеңіздер, бұл тоңазытқыш неліктен кіші демеңіздер, себебі бізде екінші қабатта тағы да бір үлкен тоңазытқыш бар. Мұздатқыш бар. Ас бөлмеге келсем қарным ашып кетеді. Достар, қалай сіздерге менің ас бөлмем ұнап жатыр ма? Жалпы мынау біздің үйдің ас бөлмесі. Көрдіңіздер? Айтпақшы, айта кететін жайт, бұл ас бөлменің обойы сафари деп аталады. Жалпы обойды анам екеуміз таңдағанбыз. Достар, мына менің ас бөлмем болатын, сіздер оны көрдіңіздер. Ал енді мына жақта бізде радиотелефон бар. Және енді сіздерге үйімнің ең керемет бөлмесін, залды көрсетейін. Бұл менің үйімнің залы. Залға қош келдіңіздер, достар. Мына жақта менде дивандар бар. Мына жақта сандық, бұл жақта көп былай ойыншықтар тұрады. Қонақтар келген кезде ол жақтан ойыншық алып береміз. Және олардың балалары осы ойыншықтармен ойнайды. Немесе мынаның үстіне отырып бір нәрсе салады және осындай. Мына жақта мен сіздерге видео түсіргенмін, оны білесіздер. Мына жақта енді біздің теледидар. Бұл жақта кәдімгі теледидар да бар, отау ТВ. Және де интернет бар. Бұл жақта көп Google бар, YouTube бар, көп нәрселер бар. Және бұл жақта мен өзім арнамды көріп отырамын. Енді мен сіздерге залымның мына жағын көрсетемін, мына бөлігін. Жалпы бұл бөлігі бізде банкетный сияқты болады. Ал жаңағы бөлігі диванда тұрған, ол демалатын бөлігі болып табылады. Бұл жақта біз туған күндерімізді жасаймыз. Мерекелерде осы жаққа дастархан жаямыз. Жалпы бұл сондай бір бұл жақта үстел тұрады. Сондықтан біз бұл жаққа мерекелерді жасаймыз әртүрлі. Ал мына жақта біз көбінесе демаламыз. Және достар, мына жақта мен өзім караокелар айтамын, өлеңдер айтамын, өзім өлеңдерімді орындаймын. Это моя жизнь, это мой дом. Вот такая я танцую в нем. Көзімдаш, не болған саған сенде мені естісін деп жатыр түрлі бән салып мойнынан қол босамай мені ұмытқан кезде әдемі көздеріңде бәрі өзгерді лезде мейлі. Енді жолдарымыздың бөлек, ақселік пен көкселек, саған менен не керек, мені түсіну қиын бірақ әрі оңай. Енді бәрі бұрынғыдай болмай. Достар, мен сіздерге өзімнің үйімнің бірінші қабатындағы барлық бөлмелерді көрсетіп болдым. Енді екінші қабатқа кеттік. Айтпақшы, жаңа тіркелушілеріме айта кетерім, менің үйім коттедж. Сондықтан екінші қабат бар. Ендеше кеттік. Достар, мына менің екінші этаждағы холлым.
жалпы осындай бойларақ түстім. Және мен мына бөлмеден бастаймын, содан соң ары қарай жүремін. Сіздер мына бөлмені білмейсіздер, бірақ мен сіздерге айтып өтейін. Бұл менің інімнің бөлмесі. Қазір ішін көреміз. Міне мына менің інімнің бөлмесі. Обойлар осындай. Міне көліктердің суреттері бар обойларында. Мына жақта мынадай өзінің вентиляторы бар. Жалпы біз өзіміз отбасымызбен осы вентиляторды ыстық кезде пайдаланамыз, бірақ бұл менің інімдікі. Содан соң мына жақта оның таңертең жаттығатын гантельдері бар. Міне көк. Оның бөлмесінің барлығы көк түсті. Барлығы емес, енді сондай көк түске негізделіп жасалған. Төсегі. Осы Человек-пауктікі. Өте керемет. Және мына жақта оның мынадай подушкаларында көліктер. Сосын мына жақта енді оның шкафтары көп. Домбырам. Мына жақта оның шкафтары әртүрлі, шарлары, ойыншықтары. Мына інім екеуміз. Бірақ та ол кішкентай, мен де кішкентаймын кішкене. А мына інімнің 1 жасы. Мына жақта оның ойыншықтары, 9 жасқа толғандағы шары бар, көп ойыншықтары бар, және үздік оқушы деген ленталары бар. Мына жақта оның киімдері бар, медалі бар. Және достар, сіздер менің інімнің бөлмесінде рум-тур қаласаңыздар, осы видеоның астына хэштег Батыржан рум-тур деп жазып кетіңіздер. Інім екеуміз міндетті түрде оның бөлмесінде рум-тур түсіреміз. Барлығын толығырақ көрсетеміз. Сондықтан міндетті түрде комментарий жазуын ұмытпаңыздар. Бұл штора, ал мынау тюль. Өте әдемі. Және оның терезесі осындай дайыл. Бөлмесі өте жарық және люстрасы көк. Түстім. Айта өтейін, обойлары комбинированы. Бір қабырғада көлік болса, екінші қабырғада мынадай сұр түсті. Мына жақта қайттан сұр түсті міне. Және қайттан көлік. Келесі бөлмеге кеттік. Інімнің бөлмесін көрдіңіздер. Және келесі бөлме бізде мына бөлме. Бұл енді кішірек бөлме, себебі бұл әжетхана. Екінші қабаттағы әжетханам. Бізде бірінші қабатта да бар, екінші қабатта да бар екі әжетханам. Міне. Бұл әжетхана осындай. Мына жақта мынадай раковина. Және мынадай дәл бірінші қабаттағыдай мынадай өте керемет сурет. Және мына жақта мынадай сушилка бар. Әжетхананы көрдіңіздер екінші қабаттағы. Және бұл бөлме сіздер білесіздер. Бұл менің бөлмем. Сіздер менің бөлмемді толығырақ рум-тур менің бөлмем атты видеодан көрулеріңізге болады. Және достар, мына жақта маған ұнайтын ол гирлянда. Міне ол таңертең осындай, ал түнде қалай екенін көріңіздер. Түнде менің гирляндам осылай жарқырайды. Мына жақта шарик. Менің люстрам, төсегім әрине, және компьютерный столым, шкафым, гардеробым. Сіздер менің гардеробымда не бар екенін, менің гардеробым атты видеодан көрсеңіздер болады. Достар, олардың барлығын подсказкадан тапсаңыздар болады. Міне жалпы менің бөлмем бәрі осындай.
Сіздер оны көріп өткенсіздер. Егер менің арнамның жаңа тіркелушілері болсаңыздар, міндетті түрде подсказкаға басып, Рум тұрады видеоға кіріңіздер. Және менің бөлмемді қараңыздар. Ол жақта менің бөлмем жайлы толығырақ ақпарат бар. Ал енді келесі бөлмеге кеттік. Міне достар, мен сіздерге айтып кеткен, бұл менің мұздатқышым. Міне мынадай мұздатқыш, іші суық. Достар, сіздер менің 3-ші қабатымдасыздар. Әзірше бізде 3-ші қабатта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Біз бұл үйге жаңадан көшіп келгендіктен, біз әлі 3-ші қабатты онша бітірген жоқпыз. Жақында жиһаз орналастырамыз, дұрыстап бұл жақты жасаймыз. Содан соң 3-ші қабатымды мен тағы да келесі 2-ші хаустурда көрсетіп кетемін. Және де мынадай үлкен витражный балкон бар. Мен 3-ші қабатты жасаған тез күтіп жүрмін, өзіме де қызық, сіздерге де қызық болады. Сондықтан міндетті түрде хаустурдың 2-ші бөлімін күтіңіздер. Жақында 3-ші қабатты жасап бітеміз. Міне жасап бастап жатқанбыз соны. Біздің жоспарларымыз бойынша бұл 3-ші қабатта бізде зимний сад, демалатын орындар, бильярд болады. Себебі 3-ші қабат бізде кең, және бұл жаққа бәрі сияды. Сондықтан біз бұл жаққа бильярд қоямыз, зимний сад жасаймыз. Біздің жоспарларымыз бойынша біз солай ойлап отырмыз. Жақында жасап бітеміз. Құрылыс жұмыстарын жасап бітеміз. Сол кезде хаустурдың 2-ші бөлімі болады. Міндетті түрде күтіңіздер, достар. Бұл төбеде менің 3-ші қабатым болды. Енді достар, келесі бөлме бізде қонақ бөлме. Жүріңіздер. Жалпы қонақ бөлме маған қатты ұнайды. Себебі бұл жақта қонақтарға барлығы жасалған. Қонақтарға мынадай креслолар бар. Мынадай үлкен диван бар. Және бұл диван ең бастысы төсек болады. Үлкен және ұзын болады да төсек болады. Және қонақтар бұл жақта ұйықтайды. Мына жақта оларға арналған көрпелер бар, жастықтар бар. Және де міне 4 көрпелер осы жақта тұрады бізде. Мына жақта сандық бар. Және мына жақта теледидар бар. Олар осы жақтан теледидар көреді. Жалпы қонақ бөлме маған қатты ұнайды, себебі бұл жақта барлығы керемет, барлығы қонақтарға арналған. Бұл бөлме өзі жарық, және жайлы. Өзім де кейде өзім үйіме қонақ болғым келіп кетеді. Міне бұл жақтың бойларында гүлдерден тұрады, өте әдемі. Және мынадай оюларынан тұрады. Мен отырған үлкен диванның аты дельфин деп аталады. Үстін қараңыздар, дельфинге ұқсайды. Қонақ бөлмені көрдіңіздер, енді келесі бөлме менің ата-анамның бөлмесіне кеттік. Міне достар, бұл менің ата-анамның бөлмесі. Мына жақта сандық, бұл жаққа керекті заттар тұрады. Бұл жақта содан соң, мынау менің анамның жақсы көретін айнасы.
Анам осы жақтан боянады, өзін әрлейді. Бұл жақта оның көптеген косметикалары бар, лактар бар. Жалпы осы жақтан анам өзіне күтім жасайды. Мына жақта менің ата-анамның шкафы. Бұл жақта ата-анамның киімдері тұрады, және де мынадай шкафтың бетінде мынадай айна бар, 2 жиһазы. Содан соң енді мынау үлкен төсек. Бұл жақта анам мен әкем ұйықтайды. Ал мына біздің інім екеуміздің кіші үйдегі төсегіміз. Достар, айтпақшы, сіздер комментарий жазасыздар, өзім білмемді көрсетіп жатқанда сен мақтанып жатырсың деп. Жоқ, достар, мен оны мақтану үшін түсінбеймін. Біздің негізінде баяғыда кішкентай үйде тұрғанбыз, және інім екеумізде бір төсек болатын. Інім үстінде, мен астында жататынмын. Мен тек мақтанып жатқан жоқпын, сіздердің қалауларыңызды орындап жатырмын. Мақтану үшін видео түсірмеймін мен. Мен де өзім бала болғанмын, кішкентай үйде тұрғанмын, 2 бөлмелі үйде тұрғанмын. Мен де осындай үлкен үйді армандағанмын. Егер де сіздердің де армандарыңыз болса, міндетті түрде орындалады, достар. Мен оған сенемін. Осымен, достар, менің видеом тамамдалды. Сіздердің де армандарыңыз орындалды, менің үйімді көрдіңіздер. Менің де арманым орындалды, сіздерге өзімнің үйімді көрсеттім. Және, достар, келесі хаус турда мен өзімнің 3-ші қабатымды көрсетсем. Әзірше ол жақта жұмыстар жүріп жатыр. Және достар, менің 3-ші қабатымды тез көруді қаласаңыздар, менің арнамда 40 000 тіркелуші жинайық. Сіздер оны жасай аласыздар, мен білемін, сіздерге оңай, маған жақсы. 40 000 жинасаңыздар қуанышты болар едім. Сіздерге бұл оңай. Өздеріңіздің достарыңызға айтып, менің видеомды таратып, жинап берсеңіздер қуанышты болар едім. Сіздерге көп рахмет. Енді блогер болған соң, әр блогер өзінің арнасының дамығанын қалайды. Өзінің арнасында көп өзін жақсы көретін адамдар болғанын қалайды. Сондықтан мен де 40 000 болғанын қалаймын. Енді достар, арманым орындалса екен. Сіздерге де көп рахмет. Міне үйімді көрсеттім сіздерге. Блогер болып, енді әр блогер сұрайды өзінің тіркелушілерінен. Сондықтан мен де сіздерден сұрайын енді. 40 000 жинап берсеңіздер қуанар едім. Ал осымен менің видеом тәмамдалды. Мен сіздерге жаздай өте керемет видео түсіремін, достар. Менің видеоларымды үзбей көріп жүріңіздер. Жаздай өте керемет видеолар болады. Күнде видео салуға тырысып тұрамын. Ал ендеше, достар, сау болыңыздар. 30 000-ға рахмет, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздерді 40 000-да керемет конкурс күтіп